жаңаша мұғалімнің қандай дағдылары болуы керек? Қандай дағдылар болуы керек? Креативность. Жақсы, креативділік келісемін. Коммуникабельность. Сенімпаздық, рахмет. Пікіріңізге тағы да. Шығармашылық, жақсы. Менің бүгінгі сіздерге айтып отырғаным бұл 4 қадамысы. 4 қадамысы дегеніміз не? Ең біріншіден ол сыни ойлау. Екіншісі коммуникативтілік. Үшіншісі креативтілік және де төртіншісі командалық жұмыс. Ең бірінші сыни ойлау. Сыни ойлау дегеніміз ағылшын тілінен аударған кезде critical thinking деген мағынаны білдіреді. Яғни проблемалық ойлау. Қазіргі уақытта сын тұрғысынан ойлау, ол көптеген ғылымның қазіргі дамып жатқан кездерінде өзіне керектісін алу және де оның тиімді шешетін жолдарын таба білу. Сын тұрғысын ойлауға келген кезде 20 ғасырдың философы Карл Раймонд былай деген екен: біз сабақтардан, өзіміздің алған сабақтарымыздан емес, көбінесе қателік жібергендегі сабақтардан біз көбірек нәрсені ұғынамыз деп бізге түсіндірген екен. Яғни біз қателік жасау арқылы біз үйренеді екенбіз. Менің 3 жылдық тәжірибемнің ішінде қателіктер болмады демеймін, қателіктер болды, кездесті. Бірақ мен әлі күнге дейін соның алдын алу үшін жұмыс жасап келемін. Тағы да айтарым, мынандай сол сөзді қиыншылық, проблема деген кезде маған бұрында оқыған сөздерім есіме келді. Гауһартас несімен құндылығы артады деп. Гауһартастың үстіне қысым менен ауырлық және де қатты заттар түскен кезде оның құндылығы арта түседі екен. Яғни ол жарқырап, үлкен бола түседі екен. Демек, адамға проблемалар қаншалықты деңгейде көп болатын болса, оны шеше білетін болса, адамдар шыңдалып, одан ары қарай өзінің қабілет, қарым-қасиетін ары қарай дамытады екен. Келесі бізде айтып тұрған бұл креативтілік. Креативтілік бұл мұғалімнің шығармашылығы. Шығармашылық дамыған ұстаз, бойында шығармашылығы бар ұстаздан келешекте жасөспірімдер де сондай жан-жақты дамыған, тұлғалық қасиеті бойларына дарыған, білімді азаматтар болып шығады деймін. Оны қай жерге салса да ол алып шығатын болады. Мен оны өзімнің сынып жетекшіліктерімнен білемін. Әрине сынып жетекшілік айтып кетпеске болмас бұл жерде. Сол жерден көп нәрсені үйрендік. Шығармашылық арқылы олардың сахнада шығуын, басқа жерде шығуын, сөз сөйлеуін, соның барлығын дамытып келе жатырмыз. Келесі бізде бұл креативтілік дедік, сын тұрғысынан ойлау дедік, командалық жұмыс, коммуникация. Коммуникация дегеніміз ұстаздың өміріндегі ең маңызды орында алатын дүние. Яғни ұстаз басқалармен қарым-қатынас жасай алуы керек. Ол ұстаз оқушы арасында, ұстаз арасында және де ұстаз ата-ана арасында